Каточек деген біздің жұмысымыз, каточектің жұмысы звеневой матрицаны посадкамен жібереді бізге. Кеп матрицаны біз отырғызамыз, әдемілеп. Отырғызғаннан кейін матрицаны листі жыламыз. Біздің жұмысымыз сол, жылып, стопка қылып жинаймыз. Бір листе 3-4 килограммнан болады. Ол стопка қылып, әлі процесс біткен жоқ, стопка. Біткеннен кейін оны өлшейміз. Өлшегенде оның салмағы 2,5 тонна, кейде 2,400 тонна болады. Біз именно жай ғана жылмаймыз, матрицаны тазалап, астын стерженьден ұрамыз. Бізде ол, чтобы ертеңгі күні астын айналып өсіп кетпеу үшін процесстің. Бір сериядан 3 стопка шығады. 3 стопкың, каждый стопка 2,5-нан. Біз күніне 4-6 серия істейміз күніне. Сонда әр сериядан 3 стопкадан шығады. Жұмыстың ең қызығы именно бізден обрезный стопкаға барады, стопка. Именно главный бізден барады обрезкаға. Обрезканы кеседі, кескеннен кейін уже клепкаға жібереді. Ол что, электрозделителерге дайындап беруге. Ең таза мысты көретін каточектер біз көреміз. Мен Саркенов Азат Азаматович, осы заводқа тұрған 6 жыл болды. 2018 жылы ноябрьде тұрдым. Уже істеп жатқан стажым 6 жыл. Каточек болып жұмыс істеп жатқан.